Төбелескіш қария. Қала ішінде жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көлікте келе жатырмыз. Қас қарайып, ымырт үйіріліп қалған кез. Жұмыстан қайтқан, сабағынан оралған кәрі жас шағын автобустың ішінде иін тіресіп сығылысып келеді. Кезекті бір аялдамаға тоқтағанымызда бір әйел: «Қарағым-ау, ендігі адамды иығымызға мінгізбесең, қайда мінгізесің? Тіпті иіне шаншар орын қалған жоқ қой», деп ренжіді. Шофер жігіт болса: «Апай, мені әдейі істеп келеді дейсіз бе? Тоқтамасам, тоқтамадың деп ренжисіздер. Ал, айтқандарыңыз болсын. Енді қатын көпірге дейін тоқтамаймын», деді. «Иә, айналайын, сөйте ғой», деді әлгі әйел. Артқы 4 орындықта жап-жас 4 жігіт отыр. Төртеуі де ішіп алған ба, ауыздарына келгенді оттап, елдің ығырын шығарып келеді. Олардың алдында тұрған қыздарға қайта-қайта тиісіп, мазасын кетірді. Менің жанымда отырған 70-ті алқымдап қалған бір қария ана 4 жігітке 1-2 рет ескерту жасап еді, олар тыйылмады. «Әй балалар, көпшіліктің ішінде отырысыңдар, ұят болады, қойыңдар. Одан да алдарыңда белі қисайып тұрған ана балаға орын беріңдер. Болашақ ана ғой», деді қария. Мен сонда байқадым. 3-4 қызбен бірге бір келіншек тұр екен. Аяғы ауыр екені бірден көзге түседі. Қиналып келеді. «Шал бәле, көпті көрген ғой, кімнің буаз, кімнің қысыр екенін дәл ажыратады», деп бір жігіт өзінше күлмекші болып еді. Серіктері дарақылана күлді. Шофыр жігітке ренжіген әйел: «Ой, көргенсіздер, әй, аталарыңа сондай сөз айтуға ұялмайсыңдар ма? Өздерің ата-ана тәрбиесін көрмегенсіңдер-ау», деп еді дарақы топтан біреу. «Әй, апа, саған сөз кезегі келген жоқ. Туа-туа опыт алғансың-ау. Жаның ашса, буаз қатынға өзің тұрып орын бер. Ал біз тұра алмаймыз. Ескі достар кездесіп, біраз сілтеп шаршап қалыппыз». «Қап, мына оңбағандай», деді жанындағы қария. «Шал өкініп келеді. Жастау болса ғой, қазір бізбен жанталасып төбелес бастар еді», деп аналар қайтадан қиқылдап күліп еді. Қария: «Жас емеспін, жасым 70-те. Әлде болса жағыңды айырып тастаймын. Ой, бетімен кеткен оңбаған, өшір үніңді», деп тістенді. Жұдырығын бір жұмып, бір ашып, ашуға булығып отыр. «Ойбай, шал мықты, ол жіліктің майын жеп өскен. Біз ғой резеңке сорып сидиып қалған», деп және біреуі қарияның намысына тиіп еді. Жанымдағы қария: «Шопыр бала, тоқта. Әр нәрсенің шегі болады. Аюға намаз үйреткен таяқ дейді ғой. Мен мына жүгермектерді жөнге салып, жүгері тұштарайын», деді. Шағын автобус сырғып барып, жол шетіне шығып тоқтай қалды. «Айналайын, жолаушы азаматтар, машинадан түгел түсіңіздер. Ана 4-тау қалсын. 5 минуттан кейін қайта мінесіздер», деді. Аңтаң болған жолаушылар кібіртіктеп тұрып сыртқа шыға бастады. «Ақсақал, жас балалармен жанжалдасып қайтесіз? Олар әбүйір әпермейді», дедім қарияны райынан қайтармақ оймен. «Бүйткен әбүйірі құрсын. Мұндай сұмдықты көргенше әбүйірсіз жүрейін. Қане нешек, шық», деп өзіме бұйырды. Амал жоқ, орнымнан тұрып, есік алдына барып кідіріп қалдым. Есік алдындағы орындықта және бір қария отыр екен. Сол кісі маған қарап көзін қысып қалды. Осы кезде артта отырған 4-еудің бірі: «Ойбай, шал, қорқамын, ойбай, өлтіре көрме», деп 2 қолын жоғары көтеріп, 2 аяғын ербеңдетіп, өтірік қорыққан бола қалды. Жанындағылар жырқ-жырқ етіп күледі. «Сені өмір бойы қорқақ қыламын. Ой, атаңа нәлет, тәртіпсіз, оңбаған». Қария әлгінің жанына жетіп барды да, алқымынан шап беріп ұстап, өзіне қарай жұлқа тартып, отырған жерінен суырып алды. «Әй, шешеңді, мына шал жынданайын деді ғой, жібер ананы», деп бір досы тұра ұмтылды. Қария ұстап тұрған жігіттің басына, анығырағы дәл маңдайына өз басын бір соғып, оны бізге қарай лақтырып жіберді. Әлгінің серігі қарияның бетін көздеп, жұдырықпен періп қалған еді.
Шал шап беріп ұстай алды да қолын кейін қайырып жіберді. Сол кезде әлдене кірт ете қалды. Ойбай деген жігіттің оң жақ иығы салбырап, беті тыржиып сүмірейді де қалды. Сенің шаруаң осымен бітті, былай қарай өтіп кет, деп оны біз тұрған жаққа желкесінен бір соғып етбетінен түсірді. Мұрнынан қан сорғалап, төмен қарап отырған жігіт досын көріп кеткеншектеп бізге қарай ығыса бастады. Артқы орындықта қалған екеудің біреуі «Ата, кешіріңіз, ата, мен емес қой», деп қолын ербеңдете бастады. Екіншісі қалай қарай қашарын білмей, машинаның қапталдағы терезесін аша алмай сындырмақшы болып төмпештей бастады еді. Қария «Әй, терезені қиратасың, мойныңды жұлып аламын», деп ақырып қалды. «Ата, кешіріңіз, енді ондай істемеймін», деп орындықтың үстіне шығып дір-дір етіп тұр еді. Қария оның шалбарының балағынан шап беріп ұстай алды. «Бері жақында», деп өзіне қарай саумалап тартып алды да оның да тұмсығынан бір соғып біз жаққа қарай лақтырып тастады. Ол келіп достарының үстіне топ ете қалды. «Ата, болды», деп безектеп тұрған сидайған ұзын бойлы жігіттің әуелі білегінен, кейін жалбыраған шашынан ұстап, өз тізесіне ананың тұмсығын сарт еткізіп бір соқты да «Осымен сенің де шаруаң бітті. Әй, сендер неге қарап тұрсыңдар? Шығарып тастаңдар мына қоқысты, жолаушылар жолынан қалмасын», деп қария өз орнына келіп отырды. Таяқ жеген 4 жігіт сүмірейіп сыртқа өздері шықты. Жолаушылар қайтадан көлікке лап қойды. Бәрі риза, қарияның батырлығына, күш қайратына мәз болып алғыс жаудырып жатыр. «Ана біреуіне аздау болғанау боқтап барады», деді бір әйел. «Қайсысы?» деп батыр шал орнынан атып тұрып еді. Әлгі әйел «Анаусы, ақ көйлектісі», деді, сыртқа саусағын шошайтып. Қария қорбаңдап есікке қарай ұмтылды. Ел қақ айырылып жол берді. Есік алдындағы қария «Әй, әбеке, қой енді», деп еді. Төбелескіш шал «Сен тыныш отыр, әйтпесе сен де қаласың», деп сыртқа қарай қорбаңдап түсіп барады. Сыртқа шыққанда сол қария «Әй, қайсың әлгі боқтаған?» деп қара футболкалы иығы салбырап тұрғанын ұстай алды. Мен емес, ендігім мынау», деп анау ақ көйлекті серігін көрсетіп еді. Қарияның қалай соққанын байқамай қалдым. Ана жігіт кескен теректей сұлап түсті. «Осы тойғандармен қайтасыңдар ма? Жоқ әлде милиция өткізейін бе?» Ата, болды, біз кетеміз». «Милицияға тапсырсам, әке-шешелерің текке шығындалады. Болды десеңдер болды. Соңғы рет ескертемін. Енді осындай тәртіпсіздік жасасаңдар, тілдеріңді кесіп аламын». «Тәртіпті боламыз, ата. Енді олай істемейміз, ата». «Әй, сен неге үндемейсің?» деп қария орнынан шұбатылып тұрып келе жатқан ақ көйлекті жігіттің кіндік тұсына бір теуіп етбетіне түсірді де «Сен оңбаған тағы боқтайсың ба?» деді төбесінен төніп. Анау сөйлей алатын емес, басын шайқай береді. Қария қайтадан өз орнына келіп отырды да «Адам қартайғасын болмайды екен, шамалы нәрсеге ентігіп қалдым», деді. Жұрт ду күлді. «Қартайғаныңыз осы болса», деді мен де күліп. «Әлгілердің жасындай жас кезімде кездессе ғой, шіркін, таң атқанша ерінбей төбелесіп, біраз ерме кетер едім». Автобус ішіндегілер қайтадан ду күлді. «Қарындас, мына орынға отырыңыз, әйтпесе атамыздан таяқ жейтін түріміз бар», деп бір жігіт аяғы ауыр келіншекке орын берді. «Я бәлем, сендерге осындай атаға жет», деп анау таяқ жеген жігіттерден сөз естіп қалған әйел мәз болып отыр. «Қария, қайда тұрасыз?» дедім. «Немене, өштесіп жүрген адамың бар ма еді, соны сабатпақшымысың?» деп күлді. «Газет қызметкері едім, өзіңізбен біраз әңгімелессем деп едім». «Не жайында?» «Өзіңіз жайында, өмір жолыңыз дегендей». «Балам-ау, оған сенің бір газетің жетпейді ғой, қолыңдағы кереғарыс кітапқа да сыймайды. Ол жағын ақылдасып көрерміз. Қашан жолығамыз?» «Ол сіздің уақытыңызға байланысты, қаласаңыз дәл бүгін»,
дедім қариядан көз жазып қаламын ба деп ойлап. Бізде уақыт дейтін уақыт қалды ма? Көбі кетіп азы қалды ғой. Өзіңнің уақытың болса үйге жүр. Бүгін зейнетақымызды алып базарлап келеміз, деп қария екі аяғының арасындағы ақ дорбасын иегімен көрсетті. Сөйтіп қарияның үйіне баратын болдым. Қаланың шет жағындағы Қатын көпір аталатын аялдамаға келгенімізде қария маған қарап, ал бала түсеміз, деді. Сыртқа шықсақ, есік алдында отырған қария күтіп тұр екен. Ол менің жанымдағы ақсақалға қарап, ой соққан-ай, әлі бақуат екенсің ғой, деді. Сен көп сөйлеме, үйіңе бар да кемпіріңді ертіп біздің үйге кел. Мына бала жорналшы екен, әлгі төбелесті жазамын дейді. Мен кемпіріме қазан көтерте берейін. Кемпірлер өздері өсек айтар. Біз үшеуміз өзімізше әңгіме құрармыз, деп еді ана шал. Біздің үй жақын, біздіңкіне жүріңдер, деді. Сенің өзбекше мәзіретің ғой, оны қой. Қонақ меніңкі, бұл бірінші. Екіншіден, сенің үйіңде келін, бала-шаға, немерелерің бар. Еркін отыра алмаймыз. Біздің балалар немерелерімізді нағашыларына алып кеткен. Құдағиым жиендерін сағынып жүрген көрінеді. Олардың да немерелері ғой. Барып қайтсын деп өзім рұқсат бердім. Көп қиқаңдама. Қиқаңдайтын болсаң кемпіріңмен қосып, деп күліп жіберді. Сен соққан әлі сөйтіп масқара қыларсың. Жарайды, сұлудың шайы қайнағанша жетеміз, деді әлгі шал. Қарияның үйі аялдамадан едәуір жерде екен. Жол жөнекей танысып үлгердік. Жастарды жайпап салған көкемнің есімі Әлжаппар екен. Үйге кірісімен Әлекең кемпіріне, әй сұлу, үйге қонақ келді, қазан көтер. Әлгі толғанбай құрдасың да келеді кемпірімен. Қазаныңды қушитпай молырақ сал. Мына баланы қайдам, анау жаман шалдың сөзіне елігіп қалма, деп еді. Кемпірі, қақсай бермеші, қазан ошаққа араласып, қашаннан бері сен қазан көтеруші едің. Адам қартайса жөнімен қартайса, деді де мені көріп іркіліп қалды. Апа, есенсіз бе, дедім қолымды созып. Аманбысың қарағым, көңіліңе алма, шал алжиын деген, деп кемпір жымиды. Апа, олай демеңіз, бүгін шалыңыз керемет ерлік көрсетті. Соны газетке жазайын деп едім. Бісміллә, қандай ерлік? Көп болса төбелескен шығар. Төбелес мұның үйреншікті тірлігі ғой, деп апам бұрылып кетті. Әлжаппар қария кіші ұлы, келіні, 3 немересі, кемпірі болып бір үйір жан бірге тұратын көрінеді. Ол менің тіке 40-30 адам еркін сыйып кететін кең де жарық қонақ бөлмеге ертіп кірді. Балам, сен телевизор көріп отыра тұр, мен қазір келемін, деп өзі шығып кетті. Шкафтың іші тола кітап, хрусталь ыдыс, жерде қалың кілем, кітаптарға көз жүгірттім. Көбісі қазақша әдеби кітаптар екен. Сол кітаптарға сүйіп қойған портретке көзім түсті. Кеңес әскерінің старшинасы тұр, қасқиып. Кеудесі тола темір терсек. Жігіттің мойны жуан, кең жауырынды, кеудесі де кең екен. Бұл кім болды екен? Әбекеңнің үлкен ұлы шығар. Өзінің аузынан түсіп қалғандай ұқсас екен деп ойлап тұрғанымда қария келді. Көке, мына солдат кім? Деп сұрадым. Кімге ұқсайды? Деді әбекең өзіме қарсы сұрақ қойды. Сіздің ұлыңыз шығар, сізге тартыпты, дедім. Ұлым емес, менің өзім ғой, әскерде жүргенде түскен сурет қой. Апырая, балуан денелі көкеміз қазір қаңбақ шалға құсап жүдеп кетіпсіз, дедім. Адам қартайса кішірейе береді екен. Анадай иық жоқ, қаушиып, салбырап қалды. Әлі есімде. Дәл осы суретке түскенде таразыға да түскенмін. 127 келі шығып едім. Қазір қайда? Оның тең жартысына да жетпейтін шығармын. Ол кезде спортпен шұғылданатынмын. Дембел болар. Алдында спортты тастап, әбден жауқалық басқан. Содан құрт семіріп кеттім ғой. Қане балам, төрге шық, деп еді. Мен, шыға береміз, асықпаңыз. Көке, кітабыңыз көп екен, дедім. Сүйсінгенімді жасырмай. Иә,
Біраз кітап бар. Бұл үйде кітапқа құмар 2 адам бар. Біреуі кіші келінім, екіншісі өзім. Екеулеп жиған дүние ғой. Келінім мектепте әдебиетші, ал мен зоотехникпін, яғни соны оқығанмын. Тырып-тырып етіп, аяғын сүйрей басып, әбекеңнің кемпірі дастархан жасай бастап еді. Мен, апа, мен көмектесейін дедім, кемпірді аяп. Қой айналайын, отыра бер, үйреншікті тірлік қой. Келінге сеніп кеткенмін. Қай затты қай жерде екенін білмей іздеп шаршаймын, деп риясыз жымиып күлді. Тірліктен өлсе бұл апаң баяғыда тырайып қатып қалатын еді. Өлмейді, отыра бер. Келін үйде жоқта өзін біраз қуып алайын. Келін немерелері үйде жүргенде бұл маған бағынбайды, деп селкілдеп күліп алды. Үшеуміз отырып, 1-2 шыны аяқ шай ішкен кезде самбырлай сөйлеп, Әлекеңнің құрдасы кіріп келді. Артында Шүйкедей кемпірі бар. Әй, бұл үйден еттің иіс шықпайды ғой, Әлжаппар тоқал алатын болыпты дегенге ентігіп жетіп келсек, дейді Шүйкедей кемпір. Алдық қой, түпкі бөлмеде, шымылдық ішінде үлбіреп отыр, деп Әлекеңнің кемпірі қонақтарды қарсы алды. Қайдағы тоқал, қасы көзі қиылған сен тұрғанда мен тоқал алушы ма едім, деп Әлекең кең-кең күліп отырып. Бәріміз отырып шай іштік. Әй, қазаның не болды, деп Әлекең кемпіріне қарап еді. Кемпірі: қой, ойбай, біз сонда барайық. Зілиха, жүр, деп сұлу апам Шүйкедей кемпірді ертіп әкетті. Мен төбелес құмар шалдың әңгімесін тыңдауға асықтым да, көке, сіз спорттың қандай түрімен шұғылданған едіңіз, дедім. Көп түрімен шұғылдандым. Бокс, самбо, жүгіру, секіру, бір басқа. Тіпті суда жүзуден де жарысып жеңімпаз атандық, деді. Бұл соққан тек әйел алудан жарысқа қатысқан жоқ, қалғанын түгел көрді, деді сол кезде құрдасы. Әлекең қозғалақтап мақтанғандай болды да: балам, мына шал менімен түйдей құрдас. Бірге өстік, әскерде де бірге болдық. Бұл менен бұрын Зылихаға үйленіп, бөлініп кетті, деді де: иә, талай қызықты басымыздан бірге өткіздік. Бұл да спортқа жақын еді, кейін тастап кетті ғой. Бірақ спортпен шұғылданып, бір ретте жүлде алып көрген емес, деп күлді. Спортшы болсаңыз, әлгінде автобус ішінде құрдасыңызға көмектеспедіңіз бе, дедім, толғанбай қарияға қарап. Балам, сен білмейсің ғой, Әлжаппар көкең ондай кезде жауға жалғыз шабады. Әдеті сондай, не өлемін, не жеңемін, өзгені былғамаймын, деп берік ұстайтын қағидасы бар. Бүгін кәрілікке беріліп, сыр беріп қояды ма деп күдіктенгенім рас. Жоқ, жарады. Егер ана 4 жігіттің біреуінің қолы тигенде, мен шетте қарап тұрмас едім. Шамам жеткенше бұл шалға дем беріп, айқасып көретін едім ғой, деп Толекең бөсіп бара жатыр еді. Құрдасы: әй, аспандап барасың, төмен түс, деді жымиып. Бұл соққанның жауға жалғыз шабатын қасиетін айтайын, деді сосын Толекең. Құлағым сізде, дедім. Намысты қолдан бермепті. Әскер қатарына екеуміз бірге аттандық, деп бастады әңгімесін ақсақал. Кеңес үкіметі кезінде одақтың кез келген түкпіріне жіберуші еді ғой. Біз Самарқанд қаласындағы танкистер даярлайтын полкке түстік. Бізбен бірге 2 қырғыз жігіті болатын. Бір күні Әлжаппар екеумізді полигонға жұмысқа жіберді. Кешке қайтып келсек, 2 қырғыз мәз болып жүр. Аспаздар даярлайтын әскери курсқа жазылдық. Асханада аспазшы боламыз. Танкісі құрысын, шаң, топырақ, лайдан көз ашпайды екенсің. 3 жыл қарнымыз тоқ жүріп, әскери борышымызды өтеп елге оралсақ болды ғой. Сен екеуіңді де сол курсқа жаздырып қойдық, дейді. Оларың қалай? Аспаздық қатынның тірлік емес пе? Қай қазақтың еркегі қазан басында жүруші еді. Біз бармаймыз, деп бірінші Әлжаппар, онан соң мен туладым. Әскерде бұйрықты орындауың керек, талқылауға болмайды. Қырғыздың айтуымен фамилиямыз тіркелген, бұйрық бұрқ етіп әскери аспаз оқуына тіркеліп кеттік. Оқитын жеріміз Ауғанстанмен шекаралас Термез деген қала екен. Самарқаннан сонда алып барды.
Оқу басталды. Курста 250 жігіт оқимыз. 5 взвод қой. Күнделікті строевой сабақтан басқа ас пісірудің теориялық тәсілдерін оқимыз. Әр солдатқа қанша грамм қант, нан, май, кеспе тиесілі екенін жаттаймыз. Оқымасаң зорлап оқытады. Қазақтар қашанда зерек қой. Сабақ орыс тілінде болса да, орыс, татар, латыш, молдавандардан үлгеріміміз алда. Соны ана ұлттың өкілдері көре алмайды. Әсіресе орыстар мен латыштар. Командирлердің көзін ала беріп, чурка, колбыт, черножопа деп бізді кемсітіп тисе береді. Ол кезде сверхсрочники дейтін командир болатын. Біз оларды макарадонниктер дейтінбіз. Олар да бізді менсінбейтін. Бір күні Курилкада отыр едік, 2 латыш жігіт келіп, әбден намысымызға тиді. Сонда осы Әлжаппар аналарға казарманың артына шығыңдар, сонда сөйлесеміз. Қанша латышың бар, түгел жиып келіңдер, деді. Ана екеуі Әлекеңді мазақтап, қарқылдап күліп, келістік, бүкіл рота жиналады. Сен екеуің қырғыз, өзбегіңді жиып, біздің бір латышты ұрсаңдар, біз сендерге өмір бойы ауыз ашпаймыз. Ал сендер жеңілсеңдер, біз осы оқуды бітіріп кеткенше кірімізді жуып, етегімізді майлайсыңдар. Тамақ ішкенде тамақтарыңа түскен етті бересіңдер, деді. Айтқан сөзіңнен тайма, жина гвардия мен легионыңды, деп бұлтыр қасқайып, әй соққан, сене деп өсіп кеттің, біз мұсылмандар небәрі 9-біз, аналар 241 емес пе, дедім сасқалақтап. Қорықпа, мен бір өзім барамын. Сендер шетте тұра беріңдер. Жазатайым жығылатындай болсам, сол кезде жәрдем қолдарыңды созасыңдар, дейді жымиып. Мен зыр жүгіріп жүріп, қырғыздар мен өзбектерді жидым. 2 қырғыз, 2 қазақ, 3 өзбек болдық. 2 өзбек жүрексініп, біз асханада ас әзірлеп жатыр едік. Кешкі ас кешіксе не болатынын өздерің білесіңдер ғой, деп қашқақтады. Ата-баба әруағына сыйынып, казармадан атындағы сырт көзден тазалау алаңқайға шықтық. Өзіңнің арт жағыңа сақ бол. Казарма қабырғасынан ұзама. Алдынан келсе, алып ұратыныңды білемін ғой, деп өзімше ақыл үйретіп келемін. Латыштар орыстардың алдында мақтанғысы келген ғой. Солдаттарды түгел шақырған болу керек. Түгелде жиналған секілді. Біз жетеуіміз иықтасып тұра қалып едік. Әлжаппар, сендер сәл шеткерірек тұрыңдар, деп бізді итермелеп шеттетіп жіберді де, өзі әлгінде тиіскен латышқа қарап, мен бір өзім қазақтың намысын қорғаймын. Бірден келісіп алайық. Жекпе-жектен бастаймыз ба? Жоқ, латыштар бәрің бірден жабыласыңдар ма? Деп еді Әлекеңнің әлде қайда ұзын, ірі денелі анау, әуелі менімен сөйлес, деп талтаңдап алға шықты. Тісің сынса командирге арызданбайсың ба? Деп Әлекең ананы мазақ етіп күлді. Сен менің жыныма әбден тиіп болдың, чурка, деген анау тұра ұмтылды. Бұл болса жасқаншақтанып шегініп барады. Орыс латыштар гу-гу ете қалды. Бей, чурка, сверни шею, он заяц в штану наложил, деп айғайлап күліп шу-шу етеді. Әлекең шегініп шамалы барды да, көз ілеспес жылдамдықпен алға қарай тап беріп, ұзынның тұмсығына 4-5 рет сарт-сұрт соқты да, иегінің астынан бір періп қалып еді, анау солаң етіп шалқасынан түсті. Ұзын адамның құлағаны ерсі болады екен, жердің топырағы бұрқ ете қалды. Әлжаппар сұлап жатқан латыштың үстіне төніп тұрып, лежащего не бьют, такой мой принцип, заберите, кто следующий, деді. Тым-тырыс болып, үнсіз тұрған солдаттар атылды. Әлжаппар алғашқыдай шегіне беріп еді, шалт қимылдап әуелі оң жағынан келе жатқанды ұрмақшы болғандай ұмтыла беріп, сол жағына жалт бұрылып, соны иегінен соғып сұлатты. Сосын оң жағына қайтадан жалт бұрылып, 2-3 рет кіндігін төпеп-төпеп, анау еңкейе бергенде дәл тұмсығынан ұрып, оны да шалқасынан түсірді. Бұл кезде бірінші жығылған ұзын орнынан тұрып, жақындап қалған еді. Мен мына жақта тұрып, артыңда, деп айқай салдым. Әлжаппар жалт бұрылды да,
бір орында шыр айналып, «Я!» деп ананың аузынан өкшесіне қадай бір тепті. Тұра ұмтылып тұрып келе жатқан ана екеуін екі теуіп екеуін де жатқызды. Сосын дөңгелене қоршап тұрғандарды көзімен бір шолып шығып тұра ұмтылды. Оның ойын түсіндім. Өзіне бұрын талай рет тиісіп қорлап жүргендердің сазайын беру керек қой. Орта бойлыдан бектеу құрдасым еңкейіп бұғып жүгірген бойы барды да аң-таң болып тұрған екі латышты сұлатты. Біреуі өз тілінде бірдеңені айтып тап беріп еді, оның қолынан ұстап өзіне тартып қалып, өзі ананың қолтығының астынан лып етіп арт жағына шығып кетті де дәл көк желкесінен бір ұрып етпетінен түсірді. Өзге латыштар қалың топтың арасына қарай жылыстап кіріп қаша бастады. Біреуін қуып жетіп тобығынан теуіп құлатты да желкесінен ұстап қайта тұрғызды. Сосын оң қолының шынтағымен иегінен қағып қалып еді, анау теңселіп тұрып көрсетіп құлап түсті. Шулап тұрғандар жым-жырт. Одан әрі не болар екен деп таңданатын болар. Әлжаппар қайтатын емес. Медведев деген аюдай орыс жігіт бар еді. Аяғына шақ етік табылмай екі қарыс келетін көне етік киіп жүретін. Әлекең сол орыстың алдына барды да: «Слушай, кто черножопа?» деді тістеніп. Медведев: «Иди гуляй» деді күлген болып. «Қане қайтала» деп мынау ананың дәл алдына тұра қалды. Құрдасым оның иығынан да келмейді. Солай бола тұра, ол қазақтан қаймығатын секілді ыржың-ыржың етіп: «Мен саған тиіскен жоқпын, жайыңа жүр» деді. «Сен бізге күніге айтатын сөзіңді қайтала» деп ананың гимнастеркасының бір түймесін жұлып алып, бетіне қарай шертіп жіберді. «Әр нәрсенің реті бар, кетші» деп мұны итеріп қалып еді, бұл шегіне беріп ананың бұтының ортасына жұдырықпен періп қалды. «Мама!» деп гүр ете қалған орыс бұтын ұстап иіле берген кезде добалдай иегінен бір соқты да ішінен ыңқ еткізіп бір тепті. Медведев тізерлеп отыра кетті. «Қане, Чуркамен жекпе-жекке қайсың шығасың?» деді жан-жағына барлай қарап. «Тым-тырыс. Рота, строится» деп айқай салды. Тұрғандар бір-біріне қарады. «Кімге айтып тұрмын? Қане, сапқа тұрыңдар» деп алдында қипақтап тұрған екі орысты екі соғып қалды. Осы кезде мен шыдамай «В колонну четвером строится» деп тұра қалдым. Менің желке тұсыма келіп, төрт қатардан бәрі қатарға тұрды. Сапты түзеп, бәрін солға бұрдым да: «Жолдас Қозыбаев, аспаздар курсының ротасы сіздің бұйрығыңыз бойынша сапқа тұрды» деп құрдасыма чест бердім. «Смирно» деп Әлекең бәрін қақайтып қойды да курилкада өзі бірінші тиіскен латыш солдатын саптан шығарды. «Қатардағы жауынгер уәде қалай еді? Есіңе салайын ба?» деді. Анада үн жоқ. Аузын басып ауырсынып тұр. «Не дедің? Естіген жоқпын» деп оған құлағын тосты. Анау үндемейді. «Великий русский народ сказал, что договор дороже денег, так что вы теперь до конца учебки будьте моим рабом» деді де әлгіге қалтасынан бет орамалын алуды бұйырды. Әппақ ақ орамалды қолына ұстап әрі-бері қарап алған Әлекең орамалды өзіне қаратты да: «Орамалың кір екен, қалай қалтаңа жеркенбей салып жүрсің? Қап, әрі-бері секіріп жүріп, етігім шаң болып қалыпты ғой. Сізден өтінем, мына орамалыңызбен етігімді тазалап бере қойыңыз» деді. Анау намыстанып қозғала қоймады. «Жұдырық иіскегің келіп тұрма?» деп еді. Анау еңкейіп Әлжаппардың етігін сүрте бастады. «Құрметті европалықтар, славяндар, католиктер мен православтар, дәл қазірден бастап мен сендерден Чурка, Чукча, Черножопа деген секілді өрескел сөзді естімейтін болайын. Кездейсоқ біреуінен естісем, бүкіл ротаны жазалаймын. Түсінікті ме?» деді. «Так точно» деп бәрі бірдей шу ете қалды. Әлжаппар сапты таратып жіберді. Біз алтауымыз Әлекеңді құшақтап, жеңіспен құттықтап мәз болып тұрғанымызда Дневальный жүгіріп келіп, бізді рота командирі капитан Семеновтың шақырып жатқанын жеткізді. «Құрыдық» деді бір өзбек досымыз.
қорықпа, сендердің қатыстарың жоқ, не болса да бәрін өз мойнына аламын, деп мынау соққан былқ ететін емес. Рота командирі бәрімізді қатар қойып, үсті-басымызды барлай қарап шықты да, Әлжаппарға қарап, төбелесті қайдан үйреніп жүрсің, деді. Ауылда. Қазақстанның қай жеріненсің? Оңтүстік Қазақстаннан. Капитан бәрімізден қай жерден екенімізді түгел сұрап шықты да, мен Алматыдамын, бәріміз жерлес екенбіз. Енді шыныңды айтшы, латыштар мен орыстарды не үшін сабадың, деп сұрады. Әлжаппар ештеңені жасырмай бәрін баяндап шықты. Мен бәрін түгел терезеден көріп тұрдым. Жарайсың, бірақ енді ықтият бол. Сені олар абайсызды жазым етуі мүмкін. Мен бүгін мектеп басшыларымен ақылға салып көремін. Взвод командирлері, макаронниктер қызметке асты-үсті қарайды. Көбінесе ішіп жүреді. Менің ойым, соларды қуып жіберіп, мына өздерің секілді жігіттерді взвод командирі етіп мектепке алып қалсақ деймін. Ал бара беріңдер, олар енді тыныш жүреді. Жарайсың жігітім, деп Әлжаппардың қолын қысып, ыржиып күлген Семенов Әлекеңнің иығынан қағып шығарып салды.